Сәлем достар. Міне біз алдыңғы маталардан мен көрсеткенімдей сол маталардан тігіп біттім құрақ. Міне осындай бір төр көрпе шықты. 70-те 2.30. Ені 70, ұзындығы 2.30. Осындай бір төр көрпе шықты. Содан кейін нанда 2 бөстек шықты. Атлас сияқты маталар болған, тоже қосымша мынандай матасы болған. Содан кейін штордың қалтықтары. Соған шетіне бейкар жасадық. Так, міне мынандай Versace'дан менде мына 4 бұрышты мынандай жасайсыздар, ортасына Versace құрақ. Одан 10 штук кетті. Міне көрінсіз, параллельно мынаған міне мынау бар. Содан кейін мынау бар. Айтсыр көрейін. Мынау, үшеу қатарынан. Осылар 10-10, 30 штук осындай керек. Так, 20-да 20 болды бұлар. 22-де 22 қылып алсаңыздар болады. Содан кейін міне мынандай екеу кетті. Ортасында бұлар 9 штуктан. Көк, қызыл, сары. Мына жақта жасыл, қызыл, сары. Бір немен тіксеңіздер, например, көктен бастайсыздар, содан кейін қызыл, содан кейін сары айландырасыздар ғой. Егер де көк, содан кейін сары, содан кейін қызыл десеңіз, уже мына жаққа келмей қалады. Сол үшін көкпен обязательно қызыл, одан кейін екіншісін обязательно қызыл или сары, екеуін бірін всегда бірдей бастап отыру керек. Сол кезде мына жаққа қойған кезде мынанда міне көріңіздер, жасыл, қызыл, мына екеуі бір-біріне беттесті, бүйтіп қойған кезде. Сол жерін байқайсыздар, қайсымен бастайсыздар, қайсы екіншісі болды, сол обязательно екінші тігілу керек, екінші цвет, сол цвет екінші тігілу керек. Міне айландырған кезде көк, қызыл, сары. Мына жерде де сондай жасыл, қызыл, сары айландырып кетіп отыр. Мына жерде Versace'да бірінші мен көктен бастадым. Көк, сары, сөйтіп айландырып отырасыздар. Мына жақта мен сарыдан баста қойдым. Сондықтан көрінсе дұрыс емес кетті. Біреуінен Versace'дан да қалай бастайсыздар? Бірінші көктен бастайсыздар или сарыдан? Всегда біреуінен бастап отырайық, содан кейін айландырып отырасыз. Мына жерде сарыдан кетіп қалды, дұрыс емес болды. Вообще теріс айланып кетті. Бұны қалай құраған несіне. Бұны екеуін бірге жасадым, потом бұлай істедім, күшті. Содан кейін мынандай бұрыштарға мата қалдырдым. Бұдайдан жыртыстан 3 матасы қалады шетіне. Көрінсе, көк екі жақтан 2 көк кетті да, не бір көк жетпей қалды, қызыл жабыстырдық, розовый. Сондықтан 3 жыртыс қалдыру керек шетіне. Мынау 23-те 23. 23-те 23 кубик сызып аласыздар да, соны ортасынан кесе саласыздар. Каждый раз өлшеп отырмас үшін барлық сабақтарымда көрсетем. Осындай кубик сызып аласыздар, 23-те 23. Екке бөлген кезде жаңағыдай не болады, ортасына. Мынау жаңа 22-те 22. Бұл жаңа мыналардың астарына сызу үшін. Матаға осындай дүп-түзу бұрыштарын ровно түсіретіндей кесіп алсаңыздар, матаға қойған кезде түзу бола береді. Осындай трафареттер жасап алсаңыздар, келесі жолда уже құрақ құрайтын кезде де өзіңізге дайын тұрады, уже осымен оя бересіздер астарына. 23-тен алсаңыз болады, 22-тен алсаңыз болады. Көп болғандықтан кішкене бір размер кіші. Так, содан кейін астарын тіктім. Кейін мында астарынан жанына қалтырдым. Ішіне синтепон салам, синтепон салып көктеймін. Кейін құрақтар, міне астатықтардан қалғандар.
тоже бір цветтен жасап осындай нелермен жіберсеңіз болады. Мынаған не жұқарақ матадан, не болмаса осындай матадан да тіге берсеңіздер болады осыны. Бірақ жұқарақ матадан жасаңыз әдемірек болады. Остатықтардан жасалған көрінсе. Остатықтарды лақтырмай осылай істей берсе болады. Чтоб не жалко было. Бәрі анық көрініп тұр деп ойлаймын. Мына жерде мен қалай үйлестірдім. Бірінші Versace жасағым келді. Versace'ға қандай цвет әдемі тұрады екен деп. Бірінші сары мен көкті ең бірінші осыны жасап алдым. Кейін енді мына цветтерді қарасаң, мынаған үйлеспейді. Сол үшін қалай үйлестіреміз деп ойладым. Бірінші жасыл мен көкті мынаны жасап алдым. Ол мынаған қойсаң никак не совпадает. Сол үшін ортадағы мата мынамен бірге үйлесіп кету керек. Содан кейін не жартысынан көк жасап, былайынан. Мынандай жарты-жартыдан жіберсеңіз, мына матаңыз көкке жетеді екен. Барлығына жетеді екен, да? Например, мынадан міне 4-5 штук жасау үшін осындай бір 4 бұрыштан 5 штук жасау үшін менде 4 құрақ кетті. 4 жыртыс кетті. 45-те 45 мата. Сондай кетті. 4 штук. 4 штугын 45-те 45 бұлайнан 1 метрдей почти кетті. 1 метр болмайды, бұлайнан 100, бұлайнан 100. Бірде бір жарымда 1 квадрат метрден, короче, осындай мата не кетеді. Жарты метрін 50-де 1 метр бір цветтен, 50-де 1 метр басқа цветтен болса, сонда мынандайдан болады. Сол кезде сіздерге қанша мата кетеді? Біреуіне бұлайнан 1,5 метр, ені бізде 1,5 метр болады любой матаның. Сол үшін 1,5, бұлайнан 1,5 болса, ені так 3 кетеді, емножды 4. 1,5. Так, онда бізге 1,5-1,5-нан сіз мына 1,5-1,5-нан 1,5-1,5-нан 10 штук мынандай жасайсыз. Сонда 75-те 75 қып бөліп аласыз ғой, 2 матаны. 75 мынандай цвет, 75 мынандай цвет қыласыз. 1,5, ені 1,5 болған кезде. Сол кезде осындайдан 10 штук кетеді. Есептеп алсаңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Жауап береміз. Келесі сабақта не жасайтынымызды тағы да түсіріп жібереміз. Сау саламатты болыңыздар.